Сол үшін жігіттер біреудің ақысын жеуден қорқады. Шынымен қияметте бәрі сұралады. Қараңыз, мысалдарды айтайық. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам біреу қайтыс болыпты деген кезде ше, қарызы бар ма еді деп сұрайтын болған. Бізде де айтады ғой, мына жаназаларда имамдар қарыз бар ма деп сұрайды ғой. Көтеретін кім көтереді деп. Біреу қарызын мойнына алмаса жаназа оқылмайды негізі. А біз біреудің ақысын жеп қойғанбыз. Ол сен қарыз деп ойламайсың, оны вообще жеп қойғансың сен ше. Ол жаназада да сұралмайды да ол. Мойнында кетті да тонна қарыздар ше. Шын мұсылман болса ойланады адам. Қараңыз, қияметте екінші мысалын айтайын тағы. Пайғамбар салам бізге бәрін ескертіп кеткен. Қияметте мүйізсіз қошқар ше, мүйізді қошқардан ақысын алады да. Хайуаннан, Алла Тағала хайуанның ақысын алып беріп жатса да, ардақты қылып жаратқан, Алла Тағала өз сүйіп, жерде орынбасарым деп жаратқан адамның ақысын жейді дейсіз ба? Біреуге жегізбейді. Алла Тағала ешкімнің ақысын жегізбейді. Бәрін өтеп береді. Қарасаңызшы, Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам Меккеден қашып шығады ғой, Абу Бакр радиаллаху анхуға. Сонда Али радиаллаху анху орнында қалады. Не деп айтады? Али, ана үйінде тұрған заттар, мүшриктер Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламға заттарын сені тапсырып кететін болған. Дүниелерінде. Али, ана мүшриктердің заттарын, аманаттарды әрқайсысын өзіне түгелімен бер дейді да. Қарасай, мүшриктердің ақысын жеме деп жатыр да Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам. Бізге өнеге ғой Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның істері. А біз өзіміздің мұсылман бауырлардың ақыларын дырылдат жеп жатырмыз да. Қарасаңшы, банкрот дейді. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтады, қияметте банкрот болатын адам дейді. Ол намазын оқыған адам, қияметте банкрот болатын адам ше. Намаз оқып, ораза ұстап, үлкен сауаптар істеген адам қияметте барады. Бізде мысалы намаз оқып қатыр жүргеніміз шамалы ғой, мысалы үшін. Аллаху акбар деп намазға кіресің, бірақ кәлләң самал базарында жүре береді ғой бізде. Өзі оңдырып тұрғанда бір намазымыз жоқ. Енді қияметте келеді дейді, адам баласы жиналады. Үлкен сауаппен келеді дейді да. Сөйтеді да, анау адам келіп ақысын алады. Мынау адам келіп қарызын алады. Мынаны ғайбаттағасын, ол келіп сауап. Бәрі неңді алады сенің? Сауабыңды ала бастайды дейді да. Не болады сонда? Соңында? Сауабы таусылады. Банкрот еш нәрсе емес. Сауабы таусылады. Тағы да әлі адамдар таусылған жоқ дейді. Не болады енді десе, олар келіп күнәсін арқалатады дейді да. Міне банкрот. Міне жерде қазір біз жүрміз. Кішкене мына табысқа, біз анау шынымен мықты көлік мініп сәл бүйтіп адамдарға сөзіміз өтсе болды бізше, өз-өзіміз жоғалтып жатырық та. Ақырет десең барғаннан кейін көреміз дейді. Мысалы үшін да, барғаннан кейін көреміз. Көресің ол, ұнамай қалса не қайтып келесің ба? Ол саған мына беловод емес қой. Қайтып келе салатын. Бір қолың астындағы жұмысшының, мысалы үшін 100 мың, 200 мың айлығын жеп қойғасында, шынымен ананы айттың, ұқит дедің, бермей қойдың да. Бергім келмей қашады, міне. Бірақ сол адамдардың түнде анау қыдырып, Дубайға барып ше, ішіп жегендерін көрсең ол 200 мың, 300 мың бұларға үшін бір әбеттің ақшасы болып қалады ше. Біреудің ақысын біз әшін бір әбетте ішіп қоя саламыз. Бірақ ана адамға бергіміз, қарасай біздің қаншалықты жүрегіміз ше. Қияметте бізге сорымыз болатын нәрсені бергіміз келмейді да. Бірақ бүгін жеп ертең тастайтын нәрсеңе ақшаңды аямайсың да.